Қазақстан Шымкент телеарнасымен бірге осы өзіміздің әдет ғұрып және салт дәстүр орталығының атынан осы халыққа, осы сіздердей мынау қарияларға, аталарымызға айтатын болсақ, бұрынғы бір бабалар осындай түсірілім болды Қазақстан телеарнасының жобасымен. келін түсіп, 10 аяқпен есікті атпенен бастан тәрбиелей бастаған екен. Кейінгі жас ұрпақтарымыз бұл дәстүрімізді, бұрынғы дәстүрімізді біле бермейді. Өзі қазақта айтқан ғой, 50 жылда ел жаңа, 30 жылда қазан деп. Сол жаңағы 100 жылдығы бұрынғы 50 жылдағы дәстүрімізді қазіргі біле бермейді. Осы дәстүрімізді біз насихаттап, осы жаңағы тал бесіктен жер бесікке дейінгі өзіміздің әрбір датылы күндерін ата-бабаларымыз насихаттап өткен кезінде осыған өте назар аударған. Осы қазіргі кезде осы біздің ұмыт болып бара жатқан дәстүрімізді біз насихаттап жатыр.